Осы уақытқа дейін Атырау аумағында мұнай өнімдерінің қосындыларынан жасалатын резина пластмасса шығарылып келсе, бүгінгі телекөпір кезінде мұнай-газ саласында көмірсутегін өндіру, даярлау, тасымалдау үшін қажет химиялық реагенттер зауыты іске қосылды. Мұнда шығарылатын өнім сапасы әлемдік стандарттарға сай. Қазақ-Америка біріккен химиялық зауытының әзірге жылдық қуаты 6000 тонна. 150-ден астам жергілікті маман жұмыс істейді. Жобаның қазақстандық үлесі 55% құрайды. Болашақта шығарылған реагенттердің 90% мөлшерін қазақстандық үлеске айналдыру көзделіп отыр. Заводымыз американдықтармен біріккен, бірақ Қазақстан азаматтарымыз, табыстарымыз қалыпты, бәрі жақсы. Осындай көптеген заводтар ашыла берсе, химреагенттер жасайтын біздің Қазақстанымызға өте жақсы болар деп ойлаймыз. Бұрын дейтін біздер мұнай саласына керекті химреагенттердің бәрін шетелден алған болсақ, Қазақстанда енді бірінші рет бізде шығып жатыр 6000 тонна. Бұдан да ары қарай енді жақсы өндіріс болады деп ойлаймыз. Бұдан да көбірек шығарамыз деп ойлаймыз.